Байқасаңыздар, менің видеомның астында консультация алу үшін деп менің WhatsApp номерім жазылып тұр. Және соның астында каналымды қолдау үшін, егер сізде ниет болса, бағана мені қолдау үшін Каспиіме кез келген соманы жіберуге болады деп сол ниетпен жазылған менің Каспи номерім тұр. Енді осы туралы бір-екі ауыз сөзімді айтып жіберейін. Бүгін мына мен қазір түнгі сағат Атырау бойынша 2-ден кете видеоны жазып отырмын. Сағат 1-ден 47 кеткен. Осыдан сол 1-2 сағат бұрын маған Алматыдан Абылайхан деген бір бауырым осы YouTube арқылы менің номерімді көріп, WhatsApp-ыма жазып хабарласты. Соған ол негізі осы Атырау бойынша сағат 7-8-дің шамасында хабарласты. Содан кешке консультацияға жазылды. Осыдан 1-2 сағат бұрын сағат жарымдық консультация өткіздім. Сол сұрақ қойды, яғни сіздің консультацияңыз қанша тұрады деп. Мен әзірге консультацияма ешқандай баға қойған жоқпын. Оның бірнеше себебі бар. Бірінші себебі мен жақында ғана өзімді бұл кеңістікке психолог ретінде, трансформатор ретінде таныта бастадым. Осы былтырғы жылдың, яғни 2023 жылдың тамыз айында бірінші видеомды салып, сол кезеңнен бастап мен бір блогтарымды түсіріп жүрмін. Яғни өзімді әзірге кең аудиторияға көрсете білген жоқпын. Яғни себептердің бірі. Так, енді әрі қарай негізгі себебімді айтатын болсам, мен енді жалпы кәсіпкермін. Әртүрлі кезінде кәсіптерім болған, әлі де кәсібім бар. Қазіргі кәсібім мен үлкен менің серіктесіммен, яғни старший партнер дейді. Солмен бағанағы тамақ мәселесінде біз мына теңіз кенішіне Атыраудағы соған тамақ тасимыз. Яғни сол менің мәселем, мен осы жылы былтыр былайша айтқанда ешқандай кәсіпсіз, ешқандай жұмыссыз қалдым. Кезінде мен енді бір кәсіпті жауып, екінші кәсіп бір жұмыста бағанағы ұнамай жатса, немесе сол жұмыстың бір мәселелері жақпай жатса, басқа жұмысқа кетіп деген сияқты, яғни оңай тауып жүрдім. Өзімнің нанымды, жалпы жүрер тұрарымды жақсы тауып жүрдім. Осы 2023 жылдың сол жазына дейін, сол былтырғы жыл кәдімгідей бір кеңістікте бір жоқшылық пайда болды менің өмірімде. Сол 2023 жылы тамыз айында, тамыз емес, шілде айында мен бір Украинаның астрологына қаралдым. Сол айтты маған: Артур, сізде өте көп білім жиналған, сіз біліміңізді таратпай, сіздің жолыңыз болмайды дейді. Яғни сіз өзіңіздің миссияңызды орындамай жүрсіз. Сіз өзіңізге бірнеше өмірлік сала бойынша, өмірде қандай сала бар, сол саланың барлығында мен тәжірибе жинап, сол білім алдым барымша, білім берді маған ұлы күштер. Сол білімді таратпайынша сіздің жолыңыз болмайды деді. Яғни бір блог ашып, YouTube'да болсын, Instagram'да болсын, халыққа таратуыңыз керек деді. Сол шілде айында консультация өттім сол астрологтан. Тамыз айының ортасында бірінші видеомды салдым осы қарыз туралы. Содан тамыз айының аяғында маған бір жолдас жігіт хабарласып, 10 шақты жыл бірге танимыз. Сол мені өзінің кәсібіне шақырды. Яғни шілде айында мен консультация өттім, біліміңізді тарат деді. Тамыз айында мен білімді тарата бастадым. Қыркүйектің 1-інде мен уже үлкен бір жұмыста болдым. Яғни 2 жыл бойы таба алмай жүрген кәсіп, таба алмай жүрген жұмыс 1-2 күнде осылай шешілді. Яғни предназначение, өзіңнің миссияңмен жүре бастасаң,
бүкіл өмір, бүкіл әлем, кеңістік Құдайдың өзі сені алып жүреді. Яғни осы бір консультация берудің тегін әзірге берудің себептерінің, маңызды себептерінің бірі осы. Содан мен енді мынандай нәрсе бар, энергия алмасу деген нәрсе бар, энергия обмен. Яғни мен сіздерге өзімнің уақытымды арнап жатырмын, энергиямды арнап жатырмын, дұрыс па? Мына жеке консультация уақытында, яғни маған жазылсаңыз, WhatsApp-ыма жазуыңызға болады. Мен сізден ешқандай құн сұрамаймын. Сіздің мәселеңізді барынша индивидуальны түрде тыңдаймын. Сол бойынша жұмыс жасап, бірден жұмыс жасап бастап кетеміз. Мысалы, осы Абылайхан деген бауырым, ол туралы маған өте көп ақпарат келді. Сол маған келген ақпараттың 10%-ын, тіпті 7%-ын деуге болады. 7%-ын ғана бердім. Абылайханның өзі біледі, мені көріп отырсаң, комментарияға жазып кет, Абылайхан, қандай әсер алдың деген сияқты. Яғни, сол Абылайханға мен порционны бердім. Бір аптаға бір тапсырма бердім. Сол қаңтардың 7-сі күні қайтадан кездесеміз деп бағана келістік. Яғни, сол қаңтардың 7-сіне дейін мен берген бір тапсырмаларды Абылайхан орындау керек. Яғни, мен ешқандай құн сұраған жоқпын. Өзіне де ескерттім. Егер де қаласаң, энергия алмасу ретінде маған кез келген өзіңнің қалаған сомыңды маған Каспиге жібер дедім. Егер де қазір төлейтін ақшаң жоқ болса, мен туралы бір отзыв жаз. Яғни, мен туралы өзіңнің пікіріңді жаз. Ол да бір энергия алмасу болсын. Ол келісті, маған 6666 теңге Каспиіме жіберді. Сондықтан еш қорықпаңыз. Егер сіздің қаражатыңыз жоқ болса, мен сізден қаражат сұрамаймын. Пікіріңізді жай қалдыруыңызға болады. Тіпті пікіріңізді қалдыратын уақытыңыз болмаса, ол да ештеңе етпейді. Болса мархаба, жақсы, керемет. Болмаса ештеңе етпейді. Өмірден қайтады бәрібір. Міне осы бір мәселе түсіндіріп, бағанағы, егер сіз батылыңыз бармай жүрсе, Артурмен консультация қымбат деп жүрсеңіз, осы ақпарат сізге жетті деп үміттенемін. Және тағы бір нәрсе, мен айтайын деп, осы жыл, мысалы, менің нумерология бойынша 9-дық жылым, осы 2024 жыл. Мен барынша қызмет қылуым керек. Ақшамен болсын, тегін болсын, мен халыққа барынша қызмет қылуым керек. Сол бір менің осы жылға миссияларымның, бағыттарымның, өмірлік бағыттарымның бірі. Мен кәсіп туралы сізге консультация бере аламын, жалпы өміріңіз туралы, өмірлік бағыт туралы, өміріңізде қандай жағдай бар, алкоголь болсын, наркотик болсын, секс жағдайы, жұбайыңызбен қарым-қатынас, барлық жағдайлар, ата-анамен қарым-қатынас, ата-баба, энергия, тағысын тағы. Сондықтан жазыңыз. Сосын мына каналымды қолдау үшін деген Каспи номерімді жазып қойған себебім, егер де менің видеом сіз үшін бір пайдалы болса, осы Артурға өзімнің бір рахметімді қалай білдірсем болады деп ойлап жүрсеңіз, маған Каспиге қалағаныңызша 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, миллион теңге болсын, 100 миллион теңге болсын, қалағаныңызша жіберуіңізге болады. Өмірден, бұл әлемнен, кеңістіктен сізге бәлең есе қайтсын. Бұл да бір менің нәпсіме деген үлкен сынақ, себебі осы нәрсені бағана қолға аларда, осы бір сөздерді жазбастан бұрын менің нәпсіме қатты бір ой келді. Мен бір қалай айтсам болады, енді түсіндіңіздер ғой, бір попрошайкамын ба деген сияқты бір. Яғни осы нәрсені жазу менің өзімнің нәпсімді тәрбиелеудің бір тәсілдері мен үшін. Яғни барынша нақты түсіндірдім деп ойлаймын. Рахмет.